Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фисташка малина тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, көлемі 4-5 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Кейін жұмыртқалы массамызға айран, сұйық май және фисташковая муканы қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осы сәтте жасыл краситель қоссаңыз болады, бірақ қоспасаңыз да болады. Онда бисквиттің түсі табиғи фисташканың түсіне сәйкес келеді. Мен жасыл краситель қостым. Енді жұмыртқалы сұйық массамызға алдын ала електен өткізілген ұн мен қопсытқыштың қосындысын қоса отырып, біркелкі масса болғанша ағаш лопаткамен араластырамыз. Осы кезде асықпаған жөн. Енді қамырымызды алдын ала дайындалған пергамент қағазына саламыз. Шамамен бір коржға 4-5 ас қасық қамыр кетеді. Торттың корждарын қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 10-15 минут пісіреміз. Енді малинаға кірісеміз. Ол үшін малинаға қантты қосып, орташа отта қантымыз әбден ерігенше араластырамыз. Кейін қантымыз әбден еріген соң үстіне крахмал салып, қоюлағанша тағы да біраз отта ұстаймыз. Біздің малинамыз дайын болған соң, оны бөлме температурасында суытамыз. Келесі кезекте торттың кремін әзірлейміз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны қосып, массамыз біркелкі болғанша миксерлейміз. Кейін үстіне салқындатылған сливкиді құйып, қою крем болғанша араластырамыз. Кремді кондитерлік қалташаға саламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Тортты кальцияда жинаған абзал. Алдымен бірінші коржды салып, үстіне қалыңдау етіп кремімізді жағып шығамыз. Осы кремнің үстіне енді алдын ала дайындалған малиновый конфиті құямыз. Біркелкі етіп тегістейміз. Кейін үстіне жұқалап етіп крем жағамыз. Осындай ретпен крем мен малиновый конфи біткенше бірнеше рет қайталаймыз.
Енді тортты бірнеше сағатқа холодильникке жібереміз. Уақыт өткенше торттың сыртын қаптайтын кремді әзірлейміз. Ол үшін творожный сырге сахарная пудра, бөлме температурасындағы сары май және қалауыңыздағы красительді құйып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бірнеше сағаттан соң тортымызды холодильниктен алып, жан-жағын тегістейміз. Алдын ала дайындалған торттың сыртын қаптайтын креммен тортымызды қаптаймыз. Тортымыз әбден қапталған соң, тағы да бірнеше сағатқа холодильникке жібереміз. Тортты әсемдеу өз қалауыңызда. Мен осындай шоколадный конфеттермен әсемдеймін. Ол үшін арнайы шоколадтың формасына ерітілген шоколадты құямын. Сонымен қатар изомальтадан ваза әзірлеймін. Ол үшін изомальтаны түбі қалың ыдысқа ерітіп, қалауыңыздағы красительді қосып, араластырып, ваза формасында құямыз. Міне осымен біздің фисташка малина тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кеңес беремін.